Сендермен келісім жасасқан мүшіріктерге соңғы ескерту. Әй уәдесінде тұрмайтын мүшіріктер, міне сендерге мұрсат бүгіннен бастап жер бетін 4 ай бойы қалағандарыңша шарлаңдар. Алайда біліп қойыңдар, бәрібір де Алладан ешқайда қашып құтыла алмайсыңдар. Шүбәсіз, Алла кәпірлерді 2 дүниеде де қор қылады. Бұл ұлы қажылық күні Алладан және елшісінен күллі адамзатқа үндеу. Расында, Алла һәм елшісі бұдан бұлай уәдесінде тұрмайтын мүшіріктермен ат кекілін кеседі. Алайда, ей мүшіріктер, Аллаға серік қосуды доғарып, тәубеге келсеңдер, өздерің үшін жақсы болады. Ал егер алған беттеріңнен қайтпай, теріс қарап кетсеңдер, онда біліп қойыңдар, бәрібір Алладан ешқайда да қашып құтыла алмайсыңдар. Уа Мұхаммед, күпірлік қылғандарды жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Алайда, өздеріңмен келісімге келгеннен кейін, келісімнің шарттарын толық орындаған һәм сендерге қарсы ешкімге қолдау көрсетпеген мүшіріктердің жөні бөлек. Ендеше сендер де олармен жасаған келісімді мерзімі аяқталғанша бұзбаңдар. Шүбәсіз, Алла өзіне қарсы келуден барынша сақтанатын, уәдеге берік тақуа жандарды өте жақсы көреді. Соғысуға болмайтын харам айлар өткен соң, келісімді бұзған, соғысқұмар қанқұйлы мүшіріктерді көрген жерлеріңде өлтіріңдер, бас салып тұтқындаңдар, қыспаққа алыңдар, һәм олардың жолын торыңдар. Егер тәубеге келіп, хақ дінді мойындап, намаз оқса, һәм зекет берсе, оларды жөніне жіберіңдер. Шүбәсіз, Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубесіне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, тәубе етіп, өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Бұдан басқа, егер мүшіріктердің бірі сенен пана тілесе, оны қанатыңның астына ал. Сонда ол үшін Алланың сөзін есту мүмкіндігі туады. Бәлкім иман келтірер. Содан кейін оны баратын һәм өзін қауіпсіздікте сезінетін жеріне дейін аман-есен жеткізіп таста. Өйткені олар расында да иманның, хақ діннің не екенін білмейтін ақиқаттан бейхабар қауым. Уәдеде тұрмайтын, бұзақы мүшіріктердің Алламен әрі елшісімен қандай келісімі болмақ? Алайда, харам мешітінің маңайында өздеріңмен келісімге келген мүшіріктердің жөні бөлек. Олардың сендермен қарым-қатынасы дұрыс, сәлемі түзу болса, сендердің де олармен қарым-қатынастарың дұрыс болсын. Шүбәсіз, Алла өзіне қарсы келіп, асы болудан барынша сақтанатын, уәдеге берік тақуа жандарды өте жақсы көреді. Уәдеде тұрмайтын, бұзақы мүшіріктермен қандай келісім болмақ? Егер олар сендерден үстем түссе, сендермен арадағы келісімге де, берілген антқа да қарамайды. Сендерді құр ауызбен риза қылып, көңілдеріңді аулайды. Алайда, жүректері мүлдем басқаша соғады. Яғни көңілдері сендерді еш жақтырмайды. Олардың басым көпшілігі адамгершіліктен безген азғындар. Олар келісімді бұзып, Алланың уәдеге берік болуды бұйыратын аяттарын болмашы дүниеге сатып жібереді де, ел жұртты Алланың жолынан қақпайлайды. Расында, олардың бұл әрекеті қандай жаман еді. Ондайлар, мүміндерге қастық жасауға келгенде, ешқандай антқа да, келісімге де, құқыққа да қарамайды. Міне солар, барып тұрған, шектен шыққан қаскүнемдер. Егер олар тәубеге келіп, хақ дінді мойындап намаз оқса, һәм зекет берсе, онда олар діндес бауырларың болады. Біз бір нәрсе білетін, әрі түсінетін қауым үшін аяттарымызды міне осылай егжей-тегжейлі баяндаймыз. Егер олар ант су ішіп, келісім жасағаннан кейін келісімді бұзса, һәм онымен қоймай, діндеріңе тіл тигізсе, онда ондай күпірліктің көсемдеріне қарсы соғыс ашыңдар. Өйткені олардың антының пәтуәсі жоқ. Яғни оларда антқа берік болу деген түсінік жоқтың қасы. Бәлкім сонда олар
Ең болмаса сендерге және діндеріңе қастандық жасаудан тыйылар. Антын бұзған, әрі Алла елшісін атамекенінен қуып шығуға бел байлаған, бәтуасыз қауыммен соғыспайсыңдар ма? Тіпті сендерге қарсы соғысты бірінші болып бастаған да солар еді. Әлде олардан қорқасыңдар ма? Егер шынымен мүмін болсаңдар, онда өзгеден емес, бір Алладан ғана қорқуға тиістісіңдер. Олармен, яғни, ондай бүлікшіл, бәтуасыз қаскөй кәпірлермен соғысыңдар. Алла оларды сендердің қолдарыңмен жазалап қор қылсын. Оларға қарсы сендерге жәрдем беріп, жеңіске жеткізсін, әрі солардан әбден қысым көрген көңілі жарым мүмін қауымның көңілін жайландырсын. Һәм олардың жүрегіндегі, көкірегіндегі ашу-ызаны бассын. Алла қалаған пендесіне тәубеге келуді нәсіп етеді. Алла әлим, бәрін білетін, шексіз ілім иесі, хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған, асқан даналық иесі. Жоқ әлде, Алла араларыңдағы өзінің жолында аянбай күресетіндер мен Алладан, елшісінен және мүміндерден өзгелерді сырлас дос һәм пана тұтпайтындарды әбден анықтап алмастан, бәріңді жайларыңа қалдырат деп ойладыңдар ма? Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Өздерінің кәпір екендігін сөздерімен және істерімен көрсетіп, соған өздері куәлік етіп отырған мүшриктердің Алланың мешіттерін көркейтуі, яғни, онда шын көңілмен қызмет етіп, шынайы түрде құлшылық етуі ақылға сиятын іс емес. Өйткені олардың құлшылық орнын көркейтеміз деген желеумен істеген бүкіл істері бекер, олар тозақта мәңгі бақи қалады. Алланың мешіттерін тек Аллаға және ақиретке иман келтірген, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқитын, зекетті толық беретін, сондай-ақ Алладан өзге ешкімнен именбейтін шынайы мүміндер ғана лайықты деңгейде көркейте алады. Міне солар тура жолдан таймай, мақсат мұраттарына жетуге үміт ете алады. Сонда сендер тек қажылыққа келгендерді сумен қамтамасыз ету, әрі харам мешітін күтіп, көркейту ісін Аллаға және ақирет күніне кәміл сенетін һәм Алла жолында жан тәнімен күресетін жандардың ісімен тең көресіңдер ме? Бұл екеуі Алланың алдында тең емес. Алла озбыр қауымды тура жолға салмайды, мақсат мұратына да жеткізбейді. Иман келтіріп, Алла үшін қоныс аударған һәм Алла жолында дүние мүлкінде, шыбын жанында аямай күресетіндер Алланың алдында ең жоғары мәртебеге ие. Нағыз жетістікке жеткендер солар. Раббылары оларды шексіз рахмына бөлейтіндігімен, оларға разы болып, оларды да өзінен разы ететіндігімен, әрі түгесілмес мәңгілік нығметке толы жәннат бақшалармен сүйіншілейді. Олар жұмақта мәңгі бақи қалады да, қайғы мұңсыз бақытты ғұмыр кешеді. Шүбәсіз ең үлкен сый сияпат Алланың дәргейінде. Уа иман келтіргендер! Егер әкелерің мен туған бауырларың күпірлікті иманнан артық көретін болса, оларды өздеріңе жақын дос, сырлас тұтпаңдар. Араларыңнан кімде-кім оларды дос тұтатын болса, міне солар өз-өздеріне қиянат жасаушылардың нақ өзі. Уа Мұхаммед, оларға, егер де әкелерің, балаларың, бауырларың, жұбайларың, туған туыстарың, тапқан таянған мал пұлдарың, тоқтап, тоқырауға ұшырауынан қорқатын сауда-саттық кәсіптерің және өздеріңе ұнайтын үй-жайларың сендер үшін Алладан, пайғамбардан және оның жолындағы күрестен сүйікті һәм маңызды болса, онда Алланың пәрменімен алапат азабын күтіңдер. Алла қу дүниені жанындай жақсы көретін, азғын қауымды әсте тура жолға салмайды, әрі оларды екі дүниеде де шын бақытты қылмайды деп айт. Шүбәсіз Алла сендерге көп жерде
әсіресе Хунейн соғысында жәрдем берді. Сол күні қараларыңның көптігіне масаттанған едіңдер, алайда оның сендерге түк те пайдасы тимеді. Сондай-ақ сол күні қиналғандарың соншалық, жер беті кеңдігіне қарамастан сендерге тар келген еді. Содан кейін жалт беріп тұра қашқан едіңдер. Алайда содан кейін Алла пайғамбар мен мүміндерге рахымын түсіріп, оларды үрейден арылтып, жан тыныштығына бөледі. Сондай-ақ сендер көре алмаған жасақтар түсіріп, күпірлікте қасарысқандарды жойқын жеңіліске ұшыратып азаптады. Кәпірлердің лайықты жазасы міне сол. Осынау оқиғалардан кейін Алла қалаған құлдарына тәубеге келуді, күпірліктен арылып, хақ дінге қайта оралуды нәсіп етеді. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, тәубеге келіп, өзіне бір жолата бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман келтіргендер, мүшіріктер рухани тұрғыдан лас адамдар. Сондықтан олар биылғы жылдан кейін харам мешітіне жоламасын. Егер мүшіріктер бұдан бұлай Меккені зиярат етпейтіндіктен табыс көзінен айырылып кедей болып қаламыз деп қорықсаңдар, Алла қаласа, сендерді шексіз шарапатына бөлеп байтат. Шүбәсіз Алла, алим, бәрін білетін, шексіз ілім иесі, хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Уа мүміндер, кітап иелері болса да, Аллаға және ақирет күніне кәміл сенбейтін, Алланың һәм елшісінің харам қылғанын харам деп санамайтын әрі хақ дінді ұстанбайтын кәпірлер алдарыңда құрметпен бас иген күйде, жизия салығын өз қолдарымен әкеліп төлегенге дейін олармен соғысыңдар. Уа Мұхаммед, алдыңа келген кейбір яһудейлер Үзәйр Алланың ұлы десе, христиандар Иса Мәсіх Алланың ұлы дейді. Бұл олардың баяғы кәпірлердің сөзіне еліктеп, құр ауызбен айтқан дәлелсіз, дәйексіз сандырағы ғана. Алла олардың жанын алсын. Қалай ақиқаттан адасып, хақ жолдан қақпайланып, жалғанға қалай бой алдырып жүргендерін көрмеймісің? Яһудейлер өз хахамдарын, машайықтарын, христиандар болса, өз дін басыларын, Алланы бұлай қалдырып, тәңір тұтты. Яғни, Алланың үкімін бұлай қалдырып, солардың адал дегенін адал, арам дегенін арам деп қабылдады. Сондай-ақ, христиандар Мәриям ұлы Иса Мәсіхті де тәңір тұтты. Асылында оларға бір құдайға ғана құлшылық етіңдер деп бұйырылған еді. Одан, яғни Алладан басқа құдай жоқ. Алла мінсіз, олардың өзіне серік етіп қосқандарынан аулақ, һәм ұлы. Олар Алланың нұрын, яғни хақ дін, исламды, немесе Құранды ауыздарымен үрлеп сөндіруді көксейді. Алла болса кәпірлер қанша жерден жақтырмаса да, нұрын тамамдап, жарқырата түсуден басқа еш нәрсеге разы болмайды. Мүшіріктер қанша жерден жақтырмаса да, Алла хақ дін, исламның мерейін өзге дін, өзге жүйе атаулының барлығынан үстем ету үшін пайғамбарын тура жол және хақ дінмен жіберді. Уа иман келтіргендер, шүбәсіз, яһудейлердің машайықтары мен христиан дін басыларының көпшілігі иләһи кітаптағы үкімдерді бұрмалап, пара алу және дінді табыс көзіне айналдыру арқылы ел жұрттың дүние мүлкін сөзсіз арам жолмен жеуде, һәм оларды Алланың ақ жолынан қақпайлауда. Ендеше ашкөздікке салынып, алтын мен күмісті үсті-үстіне жиып, оны Алла жолында жұмсамайтындарды жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Қиямет күні дүниеде ашкөздікке салынып, үсті-үстіне жиылған алтын мен күміс тозақ отына қыздырылып, онымен иелерінің маңдайы, бүйірі және арқасы күйдіріледі, һәм оларға, міне, мыналар қара бастарың үшін жиғандарың,
Ал енді сол аш көздікпен жиған дүниелеріңнің ащы дәмін татыңдар делінеді. Алланың көктер мен жерді жаратқан күні жазған үкімі, орнатқан заңдылығы бойынша айлардың саны 12, олардың 4-еуі харам айлар. Міне, адамзаттың игілігі үшін ең дұрыс, әрі мінсіз жүйе осы. Ендеше бұл айларда, яғни қасиетті айларды құрмет тұтпай, немесе орнын ауыстыру арқылы өз-өздеріңе қиянат жасамаңдар. Сондай-ақ, соғысқұмар мүшріктердің еш нәрсеге қарамай сендерге қарсы жаппай жұмыла соғысқанындай, сендер де оларға қарсы жаппай жұмыла соғысыңдар. Біліп қойыңдар, Алла қашанда өзіне тиісінше тағзым ететін, әрі өзіне қарсы келіп, асы болудан барынша сақтанатын тақуа құлдармен бірге. Нәси, яғни қасиетті айларды кейінге шегеру әдеті, күпірлікте шектен шығу, одан басқа түк емес. Күпірлік қылғандар солай істеу арқылы адасқан үстіне адасуда. Сөйтіп олар Алланың дау-дамайды, соғысуды харам еткен қасиетті айларының санын толтырып, Алланың харам қылғанын өздеріне адал етіп алу үшін қасиетті айлардың бірін бір жылы жай айға жатқызса, келесі жылы қайтадан қасиетті айға жатқызады. Олардың мұндай сорақы қылықтары шайтан тарапынан безендіріліп, өздеріне сондай керемет істей көрсетілді. Алла ондай күпірлікте қасарысқан кәпір қауымды әсте тура жолға салмайды. Уа иман келтіргендер! Сендерге не көрінді? Сендерге Алла жолында Тәбукке жаппай аттаныңдар делінгенде дүниеге бой алдырып, бейне бір жерге жабысып қалғандай отырған жерлеріңнен қозғалмадыңдар. Әлде ақиреттен гөрі дүниенің қу тіршілігіне разы болып, соны артық көрдіңдер ме? Әйтсе де бұл жалғанның қызығы ақиреттің жанында түкке тұрғысыз. Осыдан өздеріңе бұйырылғандай, Алла жолында жаппай атқа қонбайтын болсаңдар, Алла сендерді жан төзгісіз азапқа душар етіп, көздеріңді жояды да, орындарыңа басқа қауымды әкеледі. Сөйтіп, соғысқа аттанбау арқылы оған титтей де зиян келтіре алмайсыңдар. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Егер пайғамбарға қол ұшын бермейтін болсаңдар, өздеріңе мәлім, Алла оған бұған дейін сендерсіз-ақ үнемі қолдау көрсетіп келді. Естеріңде болса, күпірлік қылғандар оны атамекенінен қуып шыққан кезде, жол үстіндегі үңгірде екі кісінің бірі болып жасырынып отырғанда, қуғыншылар үңгірдің аузына тақап келсе де, еш қам жеместен Аллаға тәуекел еткен күйі қасындағы жолдасына: уайымдама, шүбәсіз Алла бізбен бірге деген еді. Сөйтіп Алла оған жүрегін орнықтырып, жан тыныштығына бөлейтін рахымын түсірді. Һәм сендер көре алмаған жасақтар жіберіп қолдады, сондай-ақ күпірлік еткендердің жалған дағуасын қор қылды, яғни олардың жалған сенімі мен сөздерін және соған негізделген бүкіл істерін түкке тұрғысыз етті. Ал Алланың хақ сөзі мен хақ діні болса, қашанда асқақ әрі ұлы болып қала бермек. Алла азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі.